Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен 3 апельсиннен жасалынатын соктың рецептімен бөліспекпін. 3 апельсиннен 4 литр сок шығады. Өте таза, кәдімгі магазиндегідей өте дәмді болып шығады. Құрамы қолжетімді, өте дәмді болып шығады. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңа видеом ашылатын болады. Алдымен 3 апельсинді түнге сыртын жуып морозильникке қатырып қойдым бір күнге. Енді осы қатып шыққан апельсинімізді екіге бөліп ішіндегі дәндерін алып тастайтын боламыз. Алып тастап, сөйтіп орташа бөліктерде бөліп турайтын боламыз. Егер морозилькеге салып турайтын болсаңыздар, соғы ағып кетпей, осылай жақсы туралатын болады. Барлығын осылай турап дайындап аламыз. Апельсиніміз дайын болды. Енді ет тартқыштан барлығын өткізіп алатын боламыз. Міне дайын болды. Енді осы салмамызды 2 литрлік банкіге барлығын салып аламыз. Осы салма салар алдында қайнатылған суды қайнатып алып, 2 литр суды, соны әбден бөлме температурасында суытып аламыз. Сол суып тұрған қайнаған суды осы 2 литрлік салмамыздың үстіне барлығын құятын боламыз. Енді жақсылап араластырып, 2 сағат холодильнигімізде қойып қоямыз. Қақпағын жауып қойып қойдым. Менде 2 сағаттай тұрды. Осы дәмін судың бойына берді апельсиніміз. Енді осы сүзіп дайындайтын боламыз. Апельсиннің мякоттарын алып тастау үшін осындай сита пайдаланамыз. Немесе марлыға бірден салсаңыздар да болады. Барлығын осылай сүзіп шығатын боламыз. Согын астыға түседі. Қалған мякоттарды бөлек ыдысқа алып тастаймыз. Мен барлығын сүзіп болдым. Енді осыны сүзіп болсақ, соғымыз жартылай дайын болады. Барлығын сүзіп болдық. Енді үстіне қантымызды саламыз және лимон қышқылын саламыз. Егер лимонның қышқылы болмаса, лимонның өзінің жартылай бөлігін қосып, суын ағызып, қоссаңыздар да болады. Мына лимон қышқылы менде 20 грамдай. Енді барлығын жақсылап араластырамыз, қант пен лимонның қышқылы ерігенше. Енді 2 литрдан 2 банкамызды қойып, екеуіне теңдей бөліп құятын боламыз. Үстінен тағы да қайнатылып суыған суды толықтай құйып шығамыз үстінен. Міне менде 4 литр сок шықты. Өте дәмді,
дәмі керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Қонақтарыңызға осылай жасап берсеңіздер керемет болып шығады. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қоңырауша белгісін все деп таңдасаңыздар, сіздерге әрқашанда жаңа видеом ашылатын болады. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.